Сәлем құрметті оқырманым, бүгінгі видеода сіздермен тазалау техникасы жайлы айтып өтетін боламын. Тазалық техникасы өмірдегі барлық жақсылықтың, өзгерістің бастауы. Тазалық техникасы бүкіл мидағы, ойдағы, үйдегі жиналып қалған қоқыстарды тазалау арқылы өміріңізге тазалықта келіп, жақсылықты құю болып табылады. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Адамға қоқыс бірінші миына кіреді. Оны менталды қоқыс деп атайды. Адамның миындағы қоқысы қандай екенін үйінен ақ білуге болады. Үйдегі адамдарыңызбен бірігіп, ұрыспай, таласпай, әдемі бір сабырлықпен жақсылықты күтіп, үміт еткендей, тойға дайындалғандай, сондай керемет тыныштықпен үйді жинап шықсаңыз екен. Әрбір бөлмеңізді, қуыс тесікті асықпай, аптықпай, жаманшылық күткендей емес, аударып, төңкеріп, қиратып емес, белгілі бір гармониямен үйіңізде сыйлы адам жүргендей, қасыңызда сыйлы адам сыбырлап тұрғандай, Алланың 99 есімін жақсы білетін болсаңыз, соны қайталау арқылы Алланы үйіңізге шақырсаңыз екен. Қазір үйде болсаңыз, бала шағаңызбен үйіңізді тазалап шығыңыз. Егер жұмыста болсаңыз, жұмыс орныңызды, ұялы телефоныңызды, галереядағы артық қажетсіз суреттер, WhatsApp-тағы арзан күлкі, керексіз хаттарды, керексіз чаттарды өшіріп тазалауға кірісіңіз. Тазалық техникасы өмірдегі барлық жақсылықтың, өзгерістің бастауы екенін ұмытпаңыз. Ескіден арылу арқылы жаңаға орын босатасыз. Үйді тек қана тездетіп тазалап қана қоймай, үйіңізді толық энергетикалық тұрғыда тазалап, үй аурасын, атмосферасын жақсартып жатырмын деп сезініп тазаласаңыз, эффектісі тіпті керемет. Сонымен қатар үйдегі артық заттан арылып жатқан кезде барлық негатив пен жамандық, қиындықтан құтылып жатырмын деп ойша өзіңізден алып тастаңыз. Осы тазалау арқылы үйдегі адал мен арамды бөлсеңіздер екен. Үйіңізге адалдықты, тазалықты кіргізсеңіздер екен. Тазалық техникасы бүкіл мидағы, ойдағы, үйдегі жиналып қалған қоқыстарды тазалау арқылы өміріңізге тазалықта келіп, жақсылықты құю болып табылады. Тазалау кезінде Бақара сүресін қосып қойсаңыз, пайдасы зор, немесе білетін сүрелеріңізді іштей айтыңыз. Үйді толық тазалауға кіріскенде, әр бөлмедегі артық заттардан арылып, бұрыш-бұрышын дезинфекция жасап, сынған, ескірген заттарды қоқысқа тастап, еш қуыста қоқыс қалмайтындай тазалықты жүргізіңіз. Үй үшін толық тазалап болған соң, соңында шелекке тұз салып, үйдің бүкіл жерін тозбен тазалап, баппен жуып шығыңыз. Әсіресе люстраны, терезелерді тұзды сумен жуып шығыңыз. Су арнамен жақсылап сүртіп алғаннан кейін, бисмиллахыңызды айтып, Фалақ, Нас сүрелерін айтып, тазаласаңыз тіпті жақсы болады. Фалақ, Нас сүрелері бүкіл инфекциядан, жамандықтан, бәле-жаладан, тіл-көзден, сұқтан сақтайтын, тазалайтын сүрелер болып табылады. Байлық, бақыт таза адам мен таза үйге келеді. Үйіміздің түкпір-түкпірін тазалау арқылы жақсылыққа, байлыққа жол ашатын боламыз. Құрметті оқырманым, видео аса пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Роликтер шыққан кезде ең алғашқы болып көру үшін қоңыраушаны да басуға ұмытып кетпеңіз. Каналда міндетті түрде өмірлік пайдалы кеңестермен бөлісіп отыратын боламын. Каналымда болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған өзіңді өзгерт YouTube арнасы.